Самат Байбек мырза, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз Қош ба? келдіңіз. Бірінші замандасып кеттіңіз ғой. Заң жоқ Қазақстанда деп жазып жатыр. Көп адамдар көрдік деп өтірік айтыпты. Жаңа мына жерде эксгумацияға байланысты бір кісі жазып еді, таппай қалдым. Неге эксгумацияны жасамайсыңдар деп жатыр. Оны Айгерімнің ағасын өзі танып отса, оны не үшін эксгумация жасау керек? Иә, көзі жетіп тұр. Көмектесіңдерші пендеңе дейді. Айбектің басы көрінді дейді. Көріндік қой, иә. Сонымен енді Айгерімге қатысты, негізі Айгерім келген кезде, Айгерім сізде жалпы негізі экстрасенстерге, көріпкелдерге сенудің қажеті жоқ деген пікірді айттыңыз. Бірақ ол бір жағынан орынды да шығар, негізі. Ондай нәрсеге сенбеу керек қой, жалпы адам, Енді менің көзқарасым сондай, Сіздің көзқарасыңыз сондай. Мүлдем сенбеу керек па? Босқа уақытты кетіру деп ойлаймын мен. Оларға бару, көріп тұрсыздар, экстрасенстің айтқаны жалған болды. Ол кісі мысалы тірі деп сөйтті ғой. Гүлсараның айтқанда өтірік болып шықты? Әрине. 700 километр деп еді, бәрі өтірік болды. Жалпы мен айтқылым келейін деп келіп отырған Айгерім, жалпы сіздің айтқаныңызбен мен де келсем, негізі көріпкелдерге аса сене берудің қажеті жоқ. Олар жалпы әуре сарсаңға әбден түсіруі мүмкін ғой. Жалпы осындай жағдайлармен сіз жиі қауыштыңыз ба? Көріпкелге сену деген адамдармен. Иә, өкінішке орай. Менің туыстарым арасында өте қатты сол адамдардың қызметін қолданатын туыстарым бар. Әрине көңілім түседі ондай кезде. Айтқан кездерім де болды. Енді баяғыда жаңағы мектеп оқып жүрген кездері, кішкентай кезімізде жаңағы білместікпен барған бір-екі кезім бар менің. Жасырмаймын, бірақ мен ол үшін Алладан кешірім сұраймын, Бірақ сенетін адамдар көп екен. Айгерім дұрыс айтып отыр, сенбеу керек дейді. Қазақстанда бәрі ақшаң болса ғана адам ұқсап өмір сүре аласың, ақшаң болмаса сен адам қатарына жатпайсың дейді. Олай ойламаңыздар, құрметті көрермендер, өздеріңізден бастаңыздар. Мысалы қараңыздар, қоғам кінәлі, халқымыз, еліміз осындай деп айтпаңыздар да, өздеріңізден бастаңыздар деп ойлаймын. Мысалы емханаға барасыздар, бір анықтама керек, кішкене жарты сағатыңыз құртып тұрыңыздар, сол специаль маманға барыңыз. Мысалы көз дәрігеріне бару керек болса, мысалы медосмотрдан неше түрлі 086 алу керек болса, кішкене жүріңіздерші, мысалы жарты күндеріңіз құртып, әр маманға есесіне сіздерде 2-3 мың теңге қалталарыңызда қалады. Сіз жалған жаңағы өтірік мөрді бастыртпайсыз анықтамаларыңызға. Есесіне сіз шынымен де мүмкін тексерілесіз, мүмкін кейбір жерлеріңізде шынымен де денсаулығыңыз ақауы бар. Өздеріңізден бастаңыздар, еш жерде ақша бермеңіздер. Мысалы университетте оқитын студенттер бар, олар ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүргісі келеді, және де кейбір жаңағы өзінің ісіне бейжай қарайтын, сондай нанды жеуге арсынбайтын ұстаздар, оқытушылар бар, өкінішке орай. Ақша бермей тырысып көріңіздер, өздеріңізден бастаңыздар. Оқып тұрса, мысалы алдыңызға кеп тұрса, ол науқас, оны мөрді қойып бере алмайтындай, оның ешқандай құқы жоқ, ол маманның іші. Мысалы, әркім адам өзінен бастау керек. Бәріміз өзімізден бастасақ, бір нәтижеге қол жетеміз. Егер де бәрі беріп жатыр екен деп, сізде бере берсеңіз, уақытыңыз үнемдеп, тағы да бір-екеу бере берсе, әрине біз ол жемқорлықты өрбітеміз, тек қана азайтпаймыз. Жалпы кез келген мәселеге салғырттық танытпау керек дейсіз ғой, жемқорлықтың алдын алу керек, өзімізден бастауымыз керек. Біз айтамыз да, қоғам сондай, бірақ өзіңізге көз жүгіртіп қарасаңыздар, негізі өзімізде сондаймыз. Уақытымыз үнемдеу үшін 2-3 мыңның көзіне қарамай, 5 мыңның көзіне қарамай бере саламыз да. Мысалы, бірақ ол жемқорлық, пара беру, ол бірінші пара алған адам да, пара берген адам да бірдей күнәға тартылатын естеріңізде болсын деп айтқым келеді. Бір адам бір сұрақты 5-6 рет, 7-8 рет қойыпты, оқиын. Айгерім, шашыңызды қандай светке бояйсыз, айтып жіберіңізші дейді. Мен 10 жыл бойы шашым сары деп айттым ғой, неше түрлі техникамен боятқам. Қазір нақты қандай түс, қандай техника деп айта алмаймын. Бұның ішіне милирование да бар, балаяж да бар, шатуш да бар, окрашивание да бар. Сонымен осындай болып шыққан әйтеуір бір нәрсе. Айгерім, қоя қойшы, бәрі айтуға оңай саған дейді.
айтуға оңай әрине, бірақ мен өзім солай жасаймын. Сіздер де солай жасап көріңіздер деген менің ол тек қана достық кеңесім. Егер де бұған ары қарай осыған құлақ асам десеңіздер, мархабат, аспаймын десеңіздер, ол да өздеріңіздің еріктеріңіз. Не деген ақыл дейді. Айбек, телефонға басыммен кіріп кетейін деп отырсын ғой дейді. Сіздердің комментарийларыңыз көз көру деңгейіңіз нашар сияқты ма? Менікі ма? Иә, көру деңгейім нашар. Айбек, осы Айгерім қанша баласы бар дейді. Алла берген 3 перзентім бар. Көрдіңіз бе, бүйтсем уже көзім бұлдырап көрмейді. Сосын өстіп қартайып жатсыз. Жоқ, қартайып жатқан емес, көзім қартайып жатыр. Айгерім өте сауатты, дұрыс айтады, адам өзіне жауапкершілігі болу керек дейді. Бүгін от болып отыр дейді. Рахмет, уақыт бітті.